Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге өте жылдам дайын болатын әрі дәмді, тойымды таңғы асты ұсынамын. Бұл сіздердің отбасыларыңызға және балаларыңызға ұнайтын сөзсіз, міндетті түрде балаларыңызға, отбасыңызға жасап қуантыңыздар. Бұны бір жасаған соң күнде жасайтын боласыздар. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі ыдысымызға жұмыртқамызды және де тұз және де айранымызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Үстінен ұн елегіштен міндетті түрде өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, ешқандай түйіршік қалмайтындай жақсылап араластырып алыңыздар. Содан соң бір шай қасық разрыхителімізді саламыз, тағы да араластырып қойып қоямыз. Енді бізге қажетті сыр қажет болады, яғни ірімшікті үккіштің майда көзімен алдын ала өткізіп дайындап қоямыз. Барлық қанша құрам кететін мен толық описанияға жазып қалдырдым, сол жақтан кіріп қарай аласыздар. Және де бізге шұжық, яғни колбаскиді майдалап тураймыз. Қанша майда болса, сонша әдемі көрінеді. Сол себепті майдалап кубиктап турап шығыңыздар. Барлығын турап, оны да ыдысымызға салып аламыз. Менде қызыл тәтті бұрыш, егер сіздер қызыл тәтті бұрышты қаламасаңыздар, орнына қызанақ қолдануға болады. Әркімнің өз қалауы бойынша. Немесе піскен жұмыртқаны да қосуға болады. Аскөкті де өз қалауыңызша ұнатсаңыз саласыз, ұнатпасаңыз салмасаңыз да болады. Ол міндетті емес. Барлығын жақсылап салып, бір келкі болғанша араластырып аламыз. Өте қойы осындай масса пайда болады. Табамызға кішкене май құйып, қысып тұрған майға дәл аладушки сияқты кішкене-кішкенеден құйып, екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Даусыма мән бермеңіздер, кішкене тамағым ауырып тұр. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, дамуына үлес қоссаңыздар екен. Алдын ала рахмет сіздерге. Дәл осылай аладушки сияқты екі бетін қызартып алыңыздар. Осымен біздің өте жылдам дайын болатын таңғы асымыз дайын. Қараңыздаршы, түрінің өзі сондай әдемі, сіздерге ұнайтынына кәміл сенімдімін. Өте жылдам әрі тойымды таңғы астардың бірі. Үйіңізге асығыс кезде немесе қонақ келген кезде ұялмай жасап ұсынсаңыздар болады. Егер сіздерге видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әр қайсыларыңыздың пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Ләззат.